Я, құрметті тыңдармандар, кешегі оразаларыңыз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Ораза демекші, оразадан кейін біреулер жарамазан айтып жүр дейді. Сосын біреу айтты, жынысыңдар ма, ораза бітті ғой, неменеге жарамазан айтып жүрсіңдер десе, ана жігіттер айтады дейді. Біз қарыз болып қалғандардың үйіне айтып жүрміз деп. Бір күні бір атамыздың жасы 150 екен. Сөйтіп бір журналистер келіп сұрап жатыр дейді, ата жасыңыз 150 екен, мына 150 жасаудың құпиясы неде деп. Сөйтсе шал айтады дейді, оның құпия ештемесі жоқ, сол халықтың бата тілегімен ұзақ жасап жатырмын ғой деп. Сонда қалай десе, балам, әңгіменің қысқасы бүкіл ауылға қарызбын депті. Сол ауылдағылар тілеп отырады күнде, осы шал өліп қалмасын, қарызымызды алайық деп. Сөйтсе шал айтады дейді, қайта қарызымның тең жарысынан құтылып қойдым деп. Ойбай, ата қалай құтылдыңыз десе, олардың бәрі өліп кетті ғой деп. Бір күні биттен сұрапты да, бит мырза, сіз кризисті қалай түсінесіз десе, бит айтады дейді, ол тазбас адам деп. Бір күні бір жігіт киноға кастингтен өтіп кетті да, сериал екен, 40 сериалы. Сонымен режиссер шақырып жаңа жігітті, кел, енді ана сценариймен таныс деп. Ана жігіт сценарийді оқып шығып, мен бұл киноға түспеймін, айлық аз екен депті. Неге десе, бірінші серияның басында өліп қалады екен ғой деп. Бір күні Бразилия мен Қазақстан футбол ойнаған ғой. Ойыннан кейін доптан интервью атты. Доп жалпы ойын қалай болды десе, доп айтады дейді, Бразилия мен өзі кім ойнады деп. Қазақстан десе, қайдам оларды ойында вообще көрген жоқпын деп. Айтпақшы, доп демекші, доп басын томографияға түсірген ғой, сөйтсе сотрясение депті. Бір күні ешек зебраға айтады дейді, зебра, сен армияға барып кеп өзінше бола берме, шеш ана тельняшкаңды депті. Бір айтыскер айтысқа барып жаман ұтылған ғой. Сөйт костюмың әдемі екен деген грамота тапты сол күні. Сөйт келе жатса домбырасы айтады дейді, братан, бұдан кейін дайындалшы, буындырып өлтіріп қойсыздан ғой депті. Бір күн бір адам байып кеткен ғой, сөйтіп екі телохранитель алыпты. Телак дейді ғой, телак. Сол екі телак бір жерде атыс болып қашып кетті, екі телак екі жаққа. Ана байқұс бұқпалап жүріп зорға дегенде тірі қап, кейіннен телактарын ұрысып жатыр дейді. Атаң өлтір жаңа қақ етіп қалды ма деп жаңа. Мен қорғамайсыңдар ма десе, телактар айтады дейді. Ойбай, біз өліп қалсақ сізді кім қорғайды депті. Бір күні біреу кісі екен да, шалқайып жүріп артқары қылып қапты. Ешек 3 күн жем жеп, жіберіңдер мен бәйгеге қатсам депті ғой. Бір күні қырық аяқ айтты, қоя, бүгін ертірақ жатайын, күнді жұмысқа кешіп қап жүрмін деп. Енді жатайын деп атсам, мамасы айтады дейді, бар құра, аяғын жуып жат деп. Бір күні бір жігіт пен қыз үйленген ғой, сөйтсе қыздың шешесі семьяға араласа береді екен да, болмайтын нәрсеге. Сөйтсе бала миымды ашытпасын деп 2 жыл армияға кетіп қапты. 6 айдан кейін енесінен хат келіп тұр дейді. Күйеу бала, ана қызымды алып кеткеніңе 6 ай болды ғой. Армияңнан 3 күн отпуск ал да үйге бар. Қызымды ал да үйге кел, қайттан үйіңе апарып тастайсың, армияңа құр деп жазып жіберді енесі. Сөйтсе бала да хат жазып отыр дейді, жанына бір гранат қосып. Апа, мана гранатаның кольцосын тартпасаңыз, как раз 3 күнге жібереді депті. Бұл жерде менің айтқым келгені, құрметті еліміздегі енелер, екі жастың ортасына оқ шарласпаңыздар. Бір ауыл жақта бір көкеміз бар да, фокусник. До того ішет, бүкіл киімдерін жоқ болып жүреді ғой. Жоқ. Бір кемпір такси ұстап тұрған ғой. Сөйтсе такси тоқтапты, апа қайқа барасыз деп. Пәлен жерге депті. Отырыңыз апа десе, апамыз айтты, шырағым, сумкамды көтеріп жібер деп. Сөйтсе апам дәу ала сумкасы бар екен. Таксист бір жағын ұстап, артқы сиденьеға орындыққа қойып атқан ғой. Сөйтсе сумка жібереді қапты. Таксист қорқып кетті. Ойбай, апам ау не десе, апамыз айтады дейді, сумканың ішіндегі немерем ғой деп. Ойбай, апам оны сумкаға сабағасыз десе, апамыз айтады дейді, басқа садикке ауыстырып жатырмын ғой, әйтпесе үй тауып келе береді депті. Бір күні алтын балық өз еркімен арыз жұмыста шығып кетті. Бүкіл Рибак көлдің жағасында отыр. Бір-бірінен сұрақ қойды, сен ұстап жеп қалған жоқсың ба деп. Жоқ деп. Ақыр болмағаннан кейін водолаз жіберіп судың астына. Водолаз 3 сағат дегенде зорға дегенде алтын балықтың үйін тауып, сөйтсе алтын балық тупикте тұрады дейді. Үй жағында жүр дейді алтын балық. Жаман киімдерін киіп алып. Сөйтіп алтын балық қайда, жұмыс қайда десе, бір жолата кеттім деп. Неғып өйттің десе, надоело уже кредит жаба беріп депті. Бір күні енесі мектепте жұмыс істейді екен да.
келін айтты, келін, ана бүгін мектепте субботник болатын еді, соған сыпырғыны дайындап бере қойшы деп. Сөйтсе келіні, апа не ғой, сыпырғыны пакетке орап берейін ба, жоқ сонымен ішіп кете бересіз ба депті. Өткенде бір ақыр заман болады деп адам бәрі шулап кетті ғой, бір 21-і. Сол кезде ақыр заман болмай қалды ғой. Сома адамдар дал болыпты, ақыр заман өзі келе ме, келмей ме, қашан келеді өзі деп. Сөйтсе бір білгіш көсем айтыпты. Ақыр заманды қой біледі екен деп, 4 түлік мал, жануар сол бірінші сезеді деп. Сөйтіп жаңа қойдан барып сұраған ғой. Қой ақыр заман қашан келеді десе, қой да дейді. Ақыр заманды қайдам, қонақ келсе өліп кетіп жатыр қой деп. Қойдың ажалы қонақ келгенде деген осы. Елімізде тек қана той болсын, той болсын, той болсын. Айтпақшы, Ағмаржан Күріш айтыпты ғой. Қытай мазған қатырмасын, мен Қызылордалықпын деп. Қызылорда. Жаңақорған. Жаңақорған деп не қылып айтты, не деп атқан шығарсыздар. Жаңақорғанды жалпы еркектер жақсы біледі. Талай еркек бие боп барып, айғыр боп қайтып атқан жер. Біздің қазақ сөзге шешен байырдан, талай дауды осы тілмен қайырған. Атак Алматыда жүрміз ғой. Айырғаным, айырған. Бауыржан Тұрабаев.